Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Наполеон империясы қалай құрылды және оның құлдырау себептері неде болды. Бүгінгі сабақта Наполеон Бонапарттың жүргізген Францияның ішкі және сыртқы саясатымен танысамыз. Наполеон империясының күйреуі мен Вена конгрессі туралы толық ақпарат аламыз. Қазір Наполеон Бонапарттың жасанды интеллект арқылы жасалған бейнежазбасына назар аударамыз. Сәлеметсіздер ме, мен Наполеон Бонапартпын. 1769 жылы Корсика аралында Карло Бонапарттың отбасында дүниеге келдім. Бала кезінен тарихи шығармаларды қызығып оқыдым. Математика және тарих сабақтарына қызықтым. Азаматтық кодекс заңдар жинағын шығардым. Ұлттық валютаны айналымға енгіздім. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері: 18 Брюмер төңкерісі, Францияда болған мемлекеттік төңкеріс. Францияға қарсы коалиция, құрлықтық блокада, Трафальгар шайқасы, Бородино шайқасы. 1795 жылы Якобшілер диктатурасы құлағаннан кейін Францияда жаңа конституция қабылданды. Конституция бойынша заң шығарушы билік төменгі және жоғарғы палатадан тұрды. Төменгі палатада 500-дік кеңес заң талқыланса, жоғарғы палатада ақсақалдар кеңесі заң талқылады. Алайда Францияның ішкі саясаты тұрақталған жоқ. 1795 жылы Парижде король билігін жақтайтын роялистер көтерілісі басталады. Ал ендеше Наполеон шайқастары атты бейне таспаға назар аударайық. 1800 жылы 13 маусымда француздар итальяндық Маренго ауылын басып алды. Маренгодағы жеңіс шешуші болды. Австрия әскері жеңілді. Француз азаматтарына қауіп жойылды. Наполеонның танымалдығы артты. Оны император деп жариялағаннан кейін Наполеон Еуропада, содан кейін әлемде саяси және экономикалық күшке қол жеткізуді басты мақсат етіп қойды. Басқыншылық соғыстар осы мақсатқа жетудегі сыртқы саясаттың негізгі бағытына айналды. Наполеонның жоспарларын жүзеге асырудағы басты қарсыласы Англия болды. Англия 1793 жылдан бастап Францияға қарсы 7 коалиция құрды. Австрияны, Ресейді, Пруссияны және басқа да европалық мемлекеттерді өз жағына тартты. 1812 жылға дейінгі үздіксіз соғыстар Францияның Европадағы ықпалы мен күшін едәуір кеңейтті. Еншілес республика 1792-1805 жылдары Францияның қол астына қарап тәуелсіздігінен айырылған 13 мемлекетті біріктіретін елдер. Оған Сицилия, Лигур, Рим, Италия сияқты республикаларды жатқызуға болады. Тәуелді елдерден Наполеон өзінің жаулаушылық сыртқы саясатына қолдау жасауға ниетті болды. Таптық қалдықтарды жойып, Наполеон әскеріне қарсылық білдіргендердің жерлері, шіркеулер мен монастырлер жерлері тартып алды. Өзінің қол астына қараған елдерді француз үлгісінде қайта реформалауға тырысты. Мысалы, Наполеон кодекстері Францияның барлық жаулап алған елдерінде әрекет етті. Десек те, императордың барлық жеңістері сәттілік әкелді деуге болмайды. 1812 жылы ұлы армияның Ресейге басып кіруі Наполеон үшін ауыр соққы болды. Бұл Францияға қарсы Ресей, Англия, Пруссия, Швеция сияқты 6 мемлекеттен тұратын коалицияның құрылуына әкелді. Одақтастардың әскері Лейпциг түбінде француздарға ойсырата соққы берді. Францияның сыртқы саясатына оралайық. 1795 жылы Пруссия Франциядан жеңіліп Базель келісімін бекітті. Базель келісімі бойынша Рейннің сол жағалауы Францияның қол астына көшті. Италия аумағына басып кірді. Директория Мысырға әскери жорықтар ұйымдастырды. Құрметті оқушылар, Наполеон Бонапарт өзінің заңдар жинағын бейне жазба арқылы өздеріңізге таныстырады. Сәлеметсіздер ме? Құрметті оқушылар, мен Наполеон Бонапартпын. 1804 жылы Франция мемлекетінің императоры болып жарияландым. Император болған күннен бастап Франция мемлекетінде түбегейлі өзгерістер, реформалар енгіздім. 1804 жылы Наполеон кодекстер деп аталатын заңдар жинағымды шығардым.
Ол 3 тармаққа бөлінді: азаматтық, коммерциялық, қылмыстық. 2200 баптан тұратын құжат қоғамның барлық саласын реттеуге негіз болды. Жекеменшік заңмен қорғалды. Ауыл шаруашылығы қарқынды дамыды. Француз банкі құрылды. Кәсіпкерлік қызметке қолдау көрсеттім. Мемлекет әскери жабдықтарға үлкен тапсырыс бере отырып, экономиканың қарқынды дамуына ықпал еттім. Франция қуатты империяға айналуы менің есіммен байланысты. Наполеон империясын күйреу мен Вена конгресі. Наполеон Парижге оралып, жаңа әскер жинай бастады. Наполеонға қарсы жалпы бүкіл Еуропа көтерілді. 1813 жылы Франция мен Францияға қарсы одақтастар арасында халық соғысы басталды. Нәтижесінде Франция жеңілді. 1814 жылы Наполеон тақтан бас тартып, Эльба аралына жер аударылды. Наполеон шайқастары аяқталған соң Вена конгресі шақырылды. Вена конгресінде жетекші рөл атқарған Англия, Пруссия, Швейцария, Австрия болды. Ендеше Францияға қарсы одақтармен таныстырайын. Англия, Ресей, Австрия, Пруссия. 1792 жыл мен 1812 жылдар аралығында Францияға қарсы 7 одақ құрылды. Балалар, бүгінгі жаңа сабақты түсінгенімізді анықтау үшін бірнеше тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма: Францияға қарсы одақ құрған монархиялы елдерді атаңыз. Жауабы: Англия, Ресей, Австрия, Пруссия. Ал балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырма Learning Apps платформасы бойынша орындалады. Ал балалар, тапсырмаға дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Ендеше тапсырманың жауабын тыңдайық. 1812 жылы Мәскеу түбіндегі Бородино шайқасы. 1805 жылы Аустерлиц түбіндегі шайқас. 1805 жылғы Қазандағы Трафальгар шайқасы. 1815 жылғы 18 маусымдағы Ватерлоо шайқасы. Ал балалар, тапсырмаға дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Ендеше тапсырманың жауабын тыңдайық. 1812 жылы Мәскеу түбіндегі Бородино шайқасы. 1805 жылы Аустерлиц түбіндегі шайқас. 1805 жылғы Қазандағы Трафальгар шайқасы. 1815 жылғы 18 маусымдағы Ватерлоо шайқасы. Келесі ретте топик платформасына өтіп, 13-ші беттегі екінші тапсырманы орындаймыз. Наполеон жүргізген реформаларды топтастырамыз. Олай болса, жауабын бірге тексерейік. Саяси. 1799 жылы Конституцияны қабылдау. 1802 жылы Наполеон өмірлік консул. 1804 жылы Наполеонның император болып жариялануы. Францияның империя болуы. Әлеуметтік. Отбасы сауда кодекстерін қабылдау. Қылмыстық кодексті енгізу. Кәсіподақтар мен забастовкаларға тыйым салу. Граф, герцог, князь титулдарын қалпына келтіру. Цензураны енгізу. Оппозициялық басылымдарды жабу. Экономикалық. 1804 жылы азаматтық кодексті қабылдау. Жеке меншікке қол сұғмаушылық құқығын енгізу. Шетелдіктер үшін баж салығын енгізу. Ұлттық банкті құру. Ұлттық валютаны айналымға енгізу. Кәсіпкерлерге тиімді мемлекеттік заказдарды енгізу. Келесі тапсырма. Вена конгресінің шешімі бойынша білімімізді тексереміз. Бірінші сұрақ. Вена конгресінің шешімі бойынша Англияға қай аумақтар кірді? А. Норвегия. Б. Австралия. С. Цейлон, Мальта, Кап провинциясы, Тобаго, Сейшел. Д. Варшава, Пруссия. Е. Варшава герцогтігі, Финляндия, Бессарабия. Екінші сұрақ. Вена конгресінің шешімі бойынша Ресейге қай аумақтар кірді? А. Варшава герцогтігі, Финляндия, Бессарабия. В. Венеция, Ломбардия. С. Цейлон, Мальта, Кап провинциясы, Тобаго, Сейшел. Д.
Норвегия, Е. Австрия. Үшінші сұрақ. Вена конгресінің шешімі бойынша Австрияға қай аумақтар кірді? А. Варшава герцогтігі, Финляндия, Бессарабия. В. Норвегия. С. Цейлон, Мальта, Кап провинциясы, Тобаго, Сейшел. Д. Венеция мен Ломбардия. Е. Варшава, Пруссия. Төртінші сұрақ. Вена конгресінің шешімі бойынша Пруссияға қай аумақтар кірді? А. Варшава герцогтігі, Финляндия, Бессарабия. Б. Рейн аймағы, Вестальт облысы, Саксонияның солтүстігі, Познань, Гданьск аймақтары. С. Цейлон, Мальта, Кап провинциясы, Тобаго, Сейшел. Д. Венеция, Ломбардия. Е. Норвегия. Бесінші сұрақ. Вена конгресс шешімі бойынша Швейцария қай аумақтар кірді? А. Варшава герцогтігі, Финляндия, Бессарабия. В. Рейн аймағы, Вестальт облысы, Саксонияның солтүстігі, Познань, Гданьск аймақтары. С. Цейлон, Мальта, Кап провинциясы, Тобаго, Сейшел. Д. Венеция мен Ломбардия. Е. Норвегия. Орындап болсақ, тапсырманы бірге тексерейік. Англияға Цейлон, Мальта, Кап провинциясы, Тобаго, Сейшел аумағы кірді. Ресейге Варшава, Финляндия, Бессарабия аумағы кірді. Австрияға Венеция мен Ломбардия аумағы кірді. Швейцарияға Норвегия аумағы кірді. Құрметті оқушылар, бүгін сіздермен Наполеон Бонапарттың ішкі және сыртқы саясатымен таныстық. Наполеон империясының күйреуі мен Вена конгресінің шешімі жайлы білдік. Бүгінгі сабағымыз түсінікті деген ойдамын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.